Biz neyi göremiz? Yani türlü oldu koy. Bunlar kolay oluşlar da soylar. Niye açtılar? Bırak onlar neyi göreceğiz? Birisi neyi göreceğiz? Bu adistensinde diye bağlılar. Ziyareti barısında bizden aldığımızda mektikçe çok adistensinde kirliye. Көп оқушылар нелеген визуал екен, аудиал емеспіз. Сол үшін мұғалім барынша сабақтарында визуал дәстүрлер қолданған дұрыс деген шешімдерді, нәтижелерді. Негізі мынау айтқым келеді, жақсы мұғалім мектептің жүрегі, жақсы мұғалім, мектептің жүрегі емес, бірақ ол жүрек әрқашан толып келу үшін ол жүрек не істеу керек, әрқашан стимул жасап келу керек, өмір сүру керек. Қимылда болу керек. Сол үшін біздің мектебіміздің басшылары осындай бір шешімге келді. Лесингтон және әкім мектепшісі таңдайып мұғалімдерімізге осындай зерттеушілер ғылыми қосайық деді. Былтырғы жылдан бастап біз негізі Лесингтонмен айналыстық. Өте аз пайызда мұғалімдеріміз әкімшілік алды. Көп түсініспеушіліктер болды. Қалай ол, не ол, енді барлығымыз магистратура, докторантура оқыған жоқпыз, қарапайым мұғалімдерді іздендік, курс оқыдық, әртүрлі курстарды қарадық, видеоларды қарай отырып, биылғы жылымыз бізде жақсы өтті, зерттеуді толық демалсада нұқтап түсініп, соны жүзеге асырдық. Енді тағы да бір әдістен сізге көрсетіп өтейін. Енді презентацияда басқа түспен бір сөздер болады, соларды жазып отырсаңыздар, арасында соңында осы ненің әдіс-тәсілдің мағынасын айтып өтетін боламыз. Енді не үшін бізге зерттеу керек? Бағана айттым ғой, жүрек әрқашан қимылда болу үшін дедім, жаңашыл болуымыз үшін дедім. Бірақ қазір қарағанда біз оқушыларымыз қандай бұрын 10 жыл бұрын оқушылар сияқты ма қазір оқушылар? Немесе бұрынғы мысалы өзіміз кезімізде қандай оқушы болдық, қазір оқушы, алдымыздағы оқушы қандай? Екі түрлі ғой, сол үшін қазір оқушы жаңашыл, қазір оқушы ойланады, қазір оқушы өзінің ойын ашып айтады. Сол үшін біз соған сайын мұғалім болу керекпіз. Сол үшін біз зерттеу керекпіз, бізде ойлану керекпіз, бізде іздену керекпіз. Негізгі біздің алған себептердің біреусі, яғни Лесингтон зерттеу әдісін алған себептердің біреусі осы мұғалім ізденсін, дамысын, көрсін. Яғни жай оқытушы емес, біз не болу керекпіз, бағыттаушы, зерттеуші болу керекпіз деп алдық. Басында әрине мұғалімдерімізге оңай болмады, қиын болды, уақыт бөлу керек болды. Білесіздер, Лесингтон дегенімізде топтық жұмыс, бір топпен сабақ қымыжыны құрайды, топпен өткізеді. Бір мұғалім сабағын өткізсе, қалған топ не істейді, оны талқылайды, қымыжыны өзгертеді, қымыжыға өзгертулер енгізеді. Келесі қайтадан жаңа мұғалім сабақты қайтадан өтетін болады. Яғни бұл өте уақытты қажет ететін әдіс-тәсілдің біреусі. Біздің мұғалімдерімізге қиын болды, оңай болған жоқ, бірақ сонда да олар қаймады, жалғастырды және осындай зерттеу әдістерінің нәтижелерін бүгін көретін боласыздар. Енді Лесингтонде ол айтып болғаны бір сабақ, бірақ 1000 ой. Енді 1000 ой демесек, 10 ой точно шығады, бір сабақ. Бір бағыт, бір пән, бір әдіс, бірақ бірнеше ой. Яғни бұл жерде мұғалімдер бір-бірінің сабақтарына қатысу арқылы бір-бірлеріне рефлексия жасайды, кері байланыс береді, өзгертетін тұстары болады. Мысалы бағдарымызда 9-шы сыныптың қазақ тілі және әдебиет пәні кейіпкерге баға беру және талдау жұмысы алынды. Мысалға, қандай әдістер қолданды? Барлықтарыңыз білесіздер, дебат әдісін, барлықтарыңыз білесіздер, бағдаршам, сәлемдеушілер байланыс беру әдістерін. Бірақ барлығымыз осы әдістерді зерттеп көрдік пе? Біздің мұғалімдеріміз зерттей келе қандай нәтиже шығарды? Бұрын үндемейтін, жауап бермейтін, ойын айтпайтын оқушы ойын айта бастайды, сұрақ қою арқылы өзін басқа қырынан тани бастайды. Ал мұғалімге пайдасы қандай? Мұғалім кері байланыс алу арқылы өзін жақсартады. Немесе өзіне рефлексия жасау арқылы өзінің сабағын түрлендіреді дейік. Ал action research қалай? Action research сәл өзгеше. Бұл жерде мұғалім өзінің іс-әрекетін зерттейді. Сабағын іс-әрекеті арқылы зерттейді. Мысалы, бұл жерде де мәселе мынандай, оқушылар сабақта белсенді емес. Себебі неге? Біркелкі тапсырмалар, бір сарынды, мектепшілік, сыныршілік, кері байланыс әлсіз, немесе мұғалім берсе де оқушылар түсінбейтін кері байланыс береді деген сияқты. Шешім әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы
belgili bir vaqt өлшемі беріледі мұғалімге нәтижесінде талаптарға жауап беру көрсеткіші өседі. Бұл қарапайым сабақтан қарағанда әлдеқайда артықшылығы көбірек, өйткені зерттелетін сабақ болғандықтан, енді екі әдіс тәсілдің ортақ пайдалары бар әрине. Бұл жерде көбінесе бірінші біз енді барлығымыз білім саласында жүргендіктен оқушыға назар береміз. Маңызды бізге оқушы қандай деңгей. Енді lesson study бұрыннан жүрген араларымызда әріптестер бар болса білесіздер, бұрындары деңгейге бөлетін А деңгей, Б деңгей, С деңгей. Қазір жаңаша бағыт бойынша деңгейге бөлмейді, бүкіл сыныпты зерттейді. Яғни бұл жерде зерттелу нысаны оқушы. Мұғалім жеке емес, айтады ғой, жеке жасаған кезде басқаша бірігіп істеген кезде оңайырақ дейді, сол жеке емес, ұжыммен бірге дамиды. Тәжірибе дереккесінен нақты талданады. Яғни сізден бұрын де осы тәжірибе экспериментіне зерттеу жасап өткен мұғалімдер бар ғой. Адамдар болды ғой, басқа континенттен, басқа мемлекеттерден дегендей, солардың тәжірибесіне сүйеніп жасалады. Және бір-біріне не істейді, қолдау беру арқылы рефлексия, кері байланыс беріледі. Енді lesson study және action research бұл жай әдістер емес. Біз осыған көзіміз жетті. Өйткені бұл жерде өте көп пайдасы бар. Мұғалімге пайдасы бар, оқушыға пайдасы бар. Барлығымызда бір жолдамыз, бір мақсаттамыз. Мақсатымыз не? Сапалы білім, саналы ұрпақ, тәрбиелеу, жетілдіру. Өзіміздің ұл-қыздарымыз бар арасында, ұл-қыздарымызда оқушы болып отыруы мүмкін. Соларды келешекте пайдалы қоғамға, пайдалы азаматша етіп шығару. Lesson study, жалпы lesson study мен action research'тің негізгі мақсаты осы деп осыған пайымдады. Енді қандай цитата шықты, қайсыларыңыз таптыңыздар? Қарап отырдыңыздар. Бағана айттым ғой, түрлі түсті сөзбен жазылған теріп отырсаңыздар бір сөз шығады. Бұл да бір әдіс тәсіл. Қандай әдіс тәсіл, қандай күндері бар? Мысалы мен былай өтіп кетейін, қазір жазбақ қойыңыздар. Әр жерде бір жазып қойдым. Бұл не береді? Поисковая работа. Сіздер презентация қарап отырсыздар, мені тыңдап отырсыздар, мен сіздерге тапсырма бердім. Жан-жақта түрлі түсті басқа түстермен жазылған. Бұл дегеніміз оқушының фокусы қайда? Оқушының фокусы болып жатыр ма? Қана тыңдап отыр ма, жоқ әлде қарап ізденіп отыр ма деген нәрсе. Негізі соңында шыққан цитата қандай болды? Ұстаз берген білім болашаққа ашылған есік. Әрбір ұстаз өзінің болашаққа ашатын есік ретінде қабылдаса, мен қалай алдыма келген оқушыларыма пайдалы болсам, қалай осыларға жол бағдар бере алсам деп ойланса, мен ойымша Қазақстан жалпы бүкіл ғаламшар біз өте күшті дамимыз деп ойлаймын. Енді кезекте мұғалімдерімізге кезек берейік. Сіздер енді орыс тілі пән мұғалімдерісіздер, бүгін келіп жатқан көпшілігіңіз. Солай айтылды. Әртүрлі ма жарайды. Lesson study зерттеген және action research зерттеген мұғалімдерімізді дайындадық. 4 баяндама болады алдарыңызда. Әртүрлі пәндерден болады. Жалпы lesson study бағана айттым ғой, 3-тен басталады, 3-5 мұғалім арасында топтар құрылады. Олар әртүрлі пән мұғалімдері болуы мүмкін, бірақ олардың зерттелетін бір ғана мақсаты бар. Ол бір әдіс болуы мүмкін, ол бір сынып болуы мүмкін, немесе бірнеше оқушыны ғана зерттеуі мүмкін. Сол үшін мұқият тыңдап отырсаңыздар, кішкене басында түсінуі біраз қиындау әдістер. Сұрақтарыңыз болса сұрақ сұрайсыздар. Негізі баяндама 10 минуттық уақыт алады, кейін 5-10 минут сіздерге сұрақ жауап ретінде берілетін болады. Басқа сұрақтарыңыз бар ма менің айтқаным бойынша, презентациям бойынша? Aydan namayımız orası türlü mamanda, Aydan da bayağı olsun türlü mamanda, ödevine de takırlarına jasaydı.
Hoş geldinizler. Біздің бүгінгі алған тақырыбымыз оқушылардың қызығушылығымен зейінін қалай арттырамыз деген тақырыпта сұрақ қойып негізінен лессонс сервис сабағымызды бастамас бұрын біз оны бірнеше кезеңдерге этаптарға бөлдік. Ол бізде бірінші кезде сабақты жоспарлау. Одан кейін екінші кезең сабақты өткізудің бақылау, яғни мұғалімдер бір-біріне сабақтарға ену арқылы зерттейді. Үшінші кезеңде талқылау және рефлексия болып кері байланысты. Төртінші кезең сабақты жеткізу, ары қарай нәтижеге қол жеткізу. Енді бірінші кезеңде сабақ жоспарлау барысында біз көріп тұрғандарыңыздай мұғалімдер оқу жоспарын бірге жасады, оқу мақсаттарына сәйкес отыра. Сондай-ақ екіншісінде тақырыптармен әдіс тәсілдер тура негізінде таңдалу керек. Үшінші ол сабақтың мақсаттары мен тапсырмалар анықталады. Дискрипторлармен отырғыза отырып, алдағы уақытта біз көре жатамыз. Екінші кезеңде бірінші таныстырмасы менің толық жөнінде ешқандай сақтанудан болады. Осы мектепке ағылшын тілі пәні мұғалімі болады. 8-ші, 9-ші және 10-ші кластардың ағылшын тілі мұғалімі болады. Бізде бақылау бағдарламасында мен жұмыс жасай отырып осындай нәтижелер көре алып, жаңа төрт кезеңге бөлдік деп айтып жатырмыз. Міндетті түрде әрине мұғалім мақсат қоюымыз керек, қандай мақсатқа жетуіміз керек, соңғы нәтижеде күтілетін біздегі қандай мақсат болу керек деген сияқты, ал одан кейінгі этапта, яғни ол біздегі процесс. Екіншісі, бізде сол процесстің бірінші бөлігі. Біз ол кезде сабақты өткізуді бақылаймыз. То есть, ол жерде әр мұғалім күнделікті өтіп жүрген қалпында өтеледі. Ал қалған мұғалімдер, яғни өздеріңіз түсінікті ғой, ол жерде бір ғана мұғалім болмайды, бірнеше мұғалім болады. Иә, командалық жұмыс. То есть, басқа мұғалімдер екінші мұғалімдер жаңа сабағына қатысады. Ал қатысқан кезде, мысалы, менің сабағымдағы оқушы, менің сабағымда үнсіз жай отырса, Айдана мұғалімнің сабағында ол өте активный болып келеді. Әр сабақта әртүрлі. Бірақ біз бақылаған кезде ол оқушы жай отыр емес, не үшін солай активный болды? Менің сабағымда оны не үшін қызықтыра алмады мен деген сияқты сұрақтардың бізде нәтижесі шығуы керек болды. Үшінші кезеңде бізде талқылау. Яғни біз бір-біріміздің сабағымызды көрдік, енді біз талқылаймыз. Менің 5 жыл немесе 10 жыл оқытып болса да, Айдана мұғалімнің оқытып болса да, менен де үйренетін бір-бірімізден әрқашанда нәрселес бар. То есть мұғалім деген әрқашан дамудың адамы ғой. Дамудың адамы бола келе олардан екінші адамнан үйренеді деп болады. Немесе жас маман жетті, жас маманнан да үйренеді кеткеніміз көп болады деген сияқты. То есть үшінші кезеңде сол нәрсе. Сабақтың үстінде қандай мәселелер, қандай нюанстар болды, солардың барлығын талқылап, оқушылардың жаңағы назарын қалай аударылды, немесе жаңағы қатыспай отырған оқушының назары неге аударылды деген сияқты әртүрлі мұғалімдер пікірімен талдау жасалады. Ал соңғысы, талдау жасалған кезде бізде ішкі арасында оқушылардың деңгейінің білімін бағаладық деген. Реакциясы дегенді қалай түсінесіз? Оның жауабы сосын посоветуем тебе кері байланысты. Немесе тағы не болу? Иә, оқушының реакциясы де болуы мүмкін. Ал біздегі оны алған пункттарымыз мыналар нақты пункттар. Қатысу деңгейі. Қай оқушы қандай деңгейде қатысуда. Екіншісі қызығушылығы мен мотивациясы. Ол пәнге қандай мотивациямен келді, қандай қызығушылықпен келді. Не үшін ол пәнге қызық? Одан кейін түсінік және қабылдау. Кейбір пәндер ол балаға қызық бола алады, если оны түсінсе. Кейбір пәндер ол үшін күрделі болып келеді, ал если сол күрделі тақырыптарды түсіне алса, оқушылар қызығуы мүмкін деген факторлар. То есть одан кейін оқушылардың сұрақтары мен пікірлері ол өте маңызды. То есть оқушылар всегда сізге фидбэк беру керек. То есть кері байланыс. Ал көрсеткен сол арқылы сіздер әр сабақта жетілдірулер жұмыс жүріп отырады. Біздегі назар алған нәрселер солар болды. Әлеуметтік өзара әрекеттесу, оқушылардың бір-бірімен әрекеттесу, қарым-қатынасы, бір-біріне деген достық ниеттері, немесе командалық жұмыста қалай жұмыс жасай алулары. Келесі эмоционалдық реакциялар. Олардың реакциясы қалай болды? Олардың
жеке өмірлерінде немесе жеке проблемаларды өтіп кеткен жоқ мысалы. Немесе кейбір тақырыптар арқылы оқушылардың көңіліне түсіп кеткен жоқ мысалы. Немесе одан кейін оқушының нәтижелеріне жеткізген. Бұл соңғы пункт. То есть оқушылар біз өзгерткен нәрсені өзгере алды ма? Немесе біз өзгертсек те оқушы сол күйінде қалды ма? Төртінші кезең ең соңғы кезең бұл әрине нәтижелерді шығару. То есть бізге дедлайн беріледі, бір 90 бойына бақылайсыздар, бір 90 бойына оқушылар қандай нәтиже шығарып алды. Келесі оқушыларға кездескен проблемалар Бізде оқушылардың арасында негізінен lesson studies білесіздер, оқушының негізі сыныпты жария етуге болмайды, ол жасырын түрде мұғалімдердің арасында. Ол сыныпта алған себебіміз қататап айтпай ақ қояйын, ол сыныпта алған себебіміз неге мұғалімдермен чай ішу барысында сізде осы мәселе, біз негізінен екінші ауысымның мұғалімдеріміз ғой. Орта буынға сабақ береміз көбінесе. Сол орта буындағы негізгі мәселе тақырып-тақырыптан келіп тұрмыз. Ол оқушының зейінін пәнге қызығушылығын арттыру болып табылады. Ол жайдан жай таңдалған сынып болған жоқ. Жаңа шай ішу барысында бірімізбен сөйлесіп, сізде осы сынып қалай отырады, сіздің сабағыңызға қалай қатысады, мүмкін мен қызықтыра алмай шығармын деген сұрақтарды мазалады. Сол себепті біз негізінен белгілі бір сыныпты таңдап, және соның ішінде сабаққа деген қызығушылығын және де зейінін ашу болып табылады. Енді оқушылардың арасында кездескен мәселеге тоқталсақ, ол бізде назардың тұрақсыздығы. Яғни оқушы кейбір сәттерде терезеге қарап отырады. Сіздер қазір адамдар өтіп жатыр ғой, терезеге бір қараңыздаршы, адамдар өтіп жатыр. Мен сабақтың барысында үнемі терезеге жауап қоямын, себебі фокус менде болушы. Сосын дауыстардағы деген сияқты. Бұл бізде орта буындағы өте кездесетін глобальный проблема, яғни актуалды мәселенің бірі болып табылады. Және уәждің мотивацияның төмендігі оқушының белгілі бір бағаға байланысты, ұстазбен қарым-қатынасқа байланысты мотивация төмендеу, себебі отбасы мәселелердегі әлеуметтік мәселелердің әсерінен мотивация төмендігі болып табылады, бірақ бұл кезде мұғалім үнемі мотивация беріп тұру керек. Әрбір мұғалім ол әрбір мотиватор деп айтамыз ғой, білесіз. Уақытты дұрыс тастамау. Бұл сыныпта кездесетін үлкен мәселенің бірі, проблеманың бірі ол уақытты дұрыс басқара алмау. Яғни регламент алмау. Тапсырмаға 5-7 минут беретін болса, балалардың 15 минут. Ол сіздердің оқушыларыңызда болуы мүмкін, барлық оқушыларда. Жалпы ол кезде біз міндетті түрде бір әдіспен бөліссем, ол бізде помодоро деген әдіс, помидор деп айтуға болады. 25 минут оқушыны үздіксіз, яғни үздіксіз бір тапсырмамен мәтін берілсе, работа с текстом, мәтін беріп сол тапсырмамен 25 минут бойы. Және мұғалім міндетті түрде сыныпта қадағалап жүру керек. Одан кейін 5 минут короткий перерыв, немесе длинный перерыв. 5 минут ничего істемей, ничего не делай. Жай ғана оқушыларға демалыс берсеңіздер, бұл бір рет, екі рет дампаны жоқ. Бір рет қана жеткізсіз ол. Ары қарай қайталап үздіксіз істеп тұрған кезде, ол балаларға дампаны. 5 минут демалыс бар бізде деген сияқты сіздер мотивация беріп қойсаңыздар, бұл өте керек. Уақытын өзгертіп тұруға болады. 5 минут тапсырмаға қарай өзгерте бересіздер. И олар міндетті түрде таймды көрген кезде, уақытты көрген кезде тақтада ол көрсетіп тұру керек. Дискриптора және тапсырманың уақыты соған қарай жұмыс істеуге болады. Яғни 5 минут сәл жинап аламын деген сөздер оқушыларға жалпы жүре бермейсіздер. Арқындайсыз. Шешімі. Бізде өзіміздің нәтижемізде, өзіміздің талқылауымыздың нәтижесінде біз осылай келіп, шешімі бізде дұрыс әдіспен таңдасақ деген нәрсе. Әр класста осыларда немесе әр класстың өзінің бір группасы болады. То есть бір класс гиперактивный болу мүмкін. Бір класс қатты гиперактивный емес, просто отырып тапсырма жасаған жинады. Барлығына бірдей әдіспен емес. Әр классқа, әр классқа әртүрлі әдіс-тәсіл енгізе алсақ. Біз сол әдіс-тәсілдің ішінен ең көп кездесетіні осы төртеуін алып, бірінші сыни ойлау әдістері, critical thinking. То есть оның ішінде brainstorm, ой қозғау әдістері, insert, мәтінмен жұмыс, кластер әдісі деген сияқты әртүрлі әдістерге жатқызуға болады. Қайталау және жаттығу, repetition and practice. То есть олар қайталау арқылы және соны практикаға енгізу арқылы олар сол нәрсені сіңіреді. Ал оның ішіне карточкамен жұмыс, кесілген, сызбай отыру, тест тапсырмалар сияқты тапсырмалар. Енді белсенді оқыту әдістеріндегі бәріміз білеміз. То есть оқушыларға әртүрлі game тапсырмалар береді, ойын арқылы өткізіледі, немесе ролик ойындар,
әртүрлі флеш-карт тарату, и олар оны көрсету керек іс-қимыл арқылы жасалған әрбір әдістер бізде белсенді оқыту әдістері жатыр. Бұл үлкен кластарға, немесе кіші кластарға барлығы өте әдістері және сабақты не только дәрістері түрде ол жаңаша және оқушылардың жай ойлап жүріп те пәнді үйрене алуына дәлел береді. Одан кейін кооперативті оқыту, то есть ол деген топтық, то есть оқушылардың бірге бір группада, бір командада жұмыс жасай алуы деген. То есть осы төртеуін біз негізгі әдіс тәсілдерді қарамай деп қарастырдық. Оның ішінде бізде қайталау және жаттығу, яғни сабақты бекітуге арналған жаттығулар болса бар. Бұл оқушылардың сабақта алған тақырыптардың түсінгенін бекіту үшін қолданылады. Ол үшін біз сіздерге бір платформада аттестация алып келдік. Сіздерге кішкене көмек болсын деген тәжірибе алмасу мақсатында. Бұл платформа Journal деп аталады. Сіздер қазір телефондарыңыз арқылы келіп кетсеңіздер болады. Тақтада QR код көрсетіледі. Келіп шығып көріп алып QR арқылы кіреміз. Вопросы, которые есть фото. А какой камера решит? Кого сияқты қарашырап соғышы кіріп отырғаны, қандай атпен кіріп отырған сіздерге көрініп тұрады. А у нас анализ написано. Акцент ол дегенді басталып, қарапайым осы жоқтан. Участник Сіздер университетке неге барасыздар демесең, әлі ойын бастаған бәріміз күтіп қоямыз. Ойны бастар, ол үшін начальниктен басамыз. Тапсырмасын мақсаты сол. Квиз арқылы сабақты бекітуге. Соңында картина шашылды, шоу картина алыш.
Просто по нашему предприятию, пожалуйста, Çok mesela herkes yaparım başka. Yani bu sürü var bu başka kişilerin quiz Здесь несколько вопросов. Сейчас, в моменте, Жауап берген көреді, бірақ шынымен кімнің жауап бергенін білесіздер ғой. Ал бұл жерде сіздер именно кімнің жауап беріп отырғанын көре аласыз. И кімнің дұрыс жауап беріп отырғанын. И мына жерде барсаңдар сурет ашып тұрады, иә? Второй вопрос. А если там да. Хорошо, спасибо. Я следующий. Өзен салаға шақыртып болса келесіздер. Немесе басқа да тапсырмалар. Нарықтарға көре берсеңіздер болады. Осы приложение кіреді. Сол приложениеде ашқан презентациялар, тапсырмалар, әртүрлі немесе үй тапсырмаларында осымен жасап берсеңіз ссылка арқылы. Потому что сіздерге жауап пән бойынша бұл жерде тілі ағылшынша болғанмен мәтіннің бәрін өзіңіз түсінесіз. Поэтому Санкция қорытынды. Қорытынды ретінде біз дұрыс танылған әдіс сабақ тиімділігін және сапасын кепілдік деп соңғы көшіріп қойдық. Қосымшаларыңыз бар болса, Смело немесе сұрақтарыңыз бар ма? материал. Негізі таратамыз ақпараттар медиация ол бізге доступны, сіздерге де тиімді болу үшін. Тағы бір нәрсені алып келейік, негізі мынаны спираль түрінде оқушыларға мәтінді
жай күйіндейміз. Mesela Pesticide деген платформада жасалады. Негізінен қолдан қосып береміз. Бұл жалпы тексті оқыған кезде балаларға мәселе сплошной текст всегда скучно. Сол кезде балаларға шарп распечатка түрінде как раздаточный материалы ретінде таратып, өздері и всем всегда записывался. Ең лучше следить за каждым из Спасибо большое. Это читает Pesticide. Он дает инструмент. Pesticide, что все равно pesticide.com. А это слышите, не знаю, чайный массовый человек. Не вообще много. Сізде бірге үйлестіріп сіздерді бұлардың Да. Мне надо осындай жаңа әдістерді алып келу арқылы. То есть қызықтыру мақсатында. Иә, қызықтыру мақсатында. Мен ол кісіні алуға міндетті емеспін, бірақ сол кісіге ұқсатып та өткізе аламын. То есть сабақты. Мүмкін сол кісі мысалы мына нәрсені мен алдым. То есть бұл нәрсені мен алдым сабақтарға қолданбаймын. Кәдімгі мәтін түрде отыратынмын. Кейін осы арқылы оқушыларға оқытып едім. Кейбір жай отырған оқушыларға бұл не? Менің қазақ тілінде, орыс тілінде жалпы математика мәселесі болады, ол солай тілде жүрсеңдер. Негізінен ішіне кірсеңдер ребустар да бар. Бұл просто сіздер сайтқа кіріп көріңіздер, пестицид деген. Ол жерде өте мүмкіншіліктер көп. Бұл менің қолданған әдісім, менің тексеріп көрген әдісім. Өзім қолданғаннан кейін соны сіздерге көрсетіп жатырмын. Ал бұл тек қана сондай Все балансы ставить потом находятся на сабақ береді, президент алтыншы сыныпта төсенші. Сәлеметсіздермен, құрметті әріптестер, құрметті ұстаздар, оқушыларымыздар. Сіздермен негізгі тақырып Lesson Study болады. Сол Lesson Study'да біз кішкене еркіндендіріп, өзіміздің мәлімет бойынша орта жалпылама жобалық оқыту әдісіне дайындау оқытуына деген тақырыпты алған болатынбыз. Негізгі тақырыбымыз креативті әдістер арқылы сыни шығармашылық дағдыларды дамыту, жаратылыстану, информатика және ағылшын тілі сабақтарымен бірге. Мен өзім бастық кеткен есім Төлен Руслан, информатика пәнінің мұғалімі болады. Ақыры бізде Долғанай Құралай жаратылыстану пәнінің мұғалімі және де бізде Қарлығын Қапайымыз Қуанышбек Қарашықбай ағылшын пәнінің мұғалімі. Біздер негізгі зерттеу сыныбы 5-ші және 6-шы сыныпта болады. Біздегі негізгі бүгін сіздерге таныстырамыз мақсатымды айтамын және де бөлінді әдіс-тәсілдер сосын нәтижемен бөлісетін боламыз. Бұл бізде кішігірім өрттерге қатысты қалай тарихы деген сияқты қалай пайдалану, негізгі пайдалануға қалай деген жасайды. Біздің баста жіберетін боламыз, соған қарап отырған болады. Негізгі біздің мақсатымыз айтып өткендей оқушыларға осы 3 пән арқылы жобалық оқыту әдісіне дайындау. Яғни жобаны білесіздер қалай болатынын, қалай жасайтын оқушыны. Біз енді бір пән арқылы оқушының креативті сыни ойлауын, немесе креативті ойлауын дамыта алмаймыз. Сондықтан 3 пән арқылы жаратылыстанудан, информатикадан және ағылшыннан алған білімдерді қоса отыра жоба жасауға оқушыларды итермелеуге тырыстық. Енді келесіде бізде қазір таныстырып өтеді өзінің қолданылған әдістерімен қалай айтамыз. Мен жалпы бізде жаратылыстану білесіздер, бізде комбинациялық пәндер болады. Физика пәні болады,
физиканың ішінде астрономия бар деген сияқты, химия пәндері, биология пәндері, яғни интеграциялық пән болып табылады. Жалпы айтатын болсақ, балаларға жаратылыстануды түсіну өте қиын болып табылады, егер балалар визуалды оны студентті білмеген жағдайда. Жаратылыстану, мен айтып кеткен интеграциялық пән ретінде мен өзім қолданатын әдіс-тәсілдердің бірі, платформалардың бірі деп айтайық, ол 3D мозаик болып табылады, яғни 3D-да бізде қазір сіздерге көрсететін боламыз, балаларға жақындатып 3D үлгіде балаларға көрсете аламыз қазір бөлімдер бойынша. Bir de mozaikte kullanılan sözler olsa bilir ya. Kullanılan sözler olsa bilir. Ekstra renk soymak da var. Çünkü o kanka var. Even şunda iyi uydurmayı. Çoğal operasını bu tip uydurmalar. Сіздер білесіздер, бұл жақта қараулар бойынша көруге болады. Яғни бұл жақта 3D форматта көрсетеді, және де лекция түрінде айтып өтетін болады. Әрбір тарауға өзі анықтама береді. Қазір мен сізге күн жүйесін көрсетейін. Мына жерде көрсеңіздер болады, күннің мөлшеріне қоя аламыз. Күннің мөлшері күнді жақыннан көре алады, балалар көріп тұрса, күнді жақыннан көре алады. Гарды ғаламшарлар, жалпы әрбір планетаға тоқталып көруге болады бұл жерде. Сізге жақындап көрсетейін, жан-жағынан көруге болады. Әркен бұл жақта өзінің лекция форматы бар. Бестен лекция форматын қойсақ, бұл жерде әрбір планетаға тоқталып, анықтама беріп өтетін болады. Қай планета бізде, бұл планеталар студент ғаламшарға жатады, қай бұл ғаламшарға жатады, оның бәрі жақындан көрсетуге болады. Тек қана жалпы планеталарға ғана емес, басқа тарихтарда қолдануға болады. Қазір3D платформадан кейін бізде екінші тоже 3D платформада болып табылады. 3D корнис деп айтамыз. Бұл платформа дәл 3D мозаик сияқты болып табылады, бірақ 3D корнисті сіздер іздеп көрсеңіздер, ол жақта кітапхана бар. Кітапхана бөлімінде әрбір пәнге қатысты дәрістер берілген, және де 3D үлгіде көрсетіп беретін болады. 3D үлгіде көрсеткен кезде ол жақта әрбір ішкі жүйесіне қарай анықтама беріп өтетін болады. Былай айтқанда, балаларға жақыннан көрген кезде сабақ барысында қызықты болып табылады. Егер біз ауызша сөзбен айтатын болсақ, осындай болып табылады. Бізде адамыз суреттер тек қана 39, мынандай бұл суреттер тек қана ауызша айтатын болсақ, балаларға ол қызық емес. Қазіргі балаларды білесіздер, олар визуалды көргенге үйреніп қалған, әрбір сабақты, яғни 3D модельде қызықтырақ өтуге тырысамыз. Өйткені ол бір жағынан айтқан кезде балаларға тақырыпты меңгеруді жеңілдетеді. Балалар олай түрде түсініп алуы мүмкін. Өйткені бізде жаратылыстану пәнінде баланың базовый білімі қалыптасатын болады, базалық білімі, яғни алғашқы физикалық ғылымдар, алғашқы химиялық ғылымдар, алғашқы биологиялық ғылымдар. Енді біз осы 3D мозаиктің соңында тоқта айтқанда біз КБЛ жобаға жұмыс жасап келе жатырмыз. Осыдан кейін семинардан соң КБЛ жобамызды көрсеңіздер болады. Мүмкін құрметті ұстаздар, есімім Қалидан Салада, мектептегі оқушылар лингвистикалар деп атайды. Әрине ағылшын тілі пәнінен беремін. Біріншіден, менің зерттеу жұмысым PBL арқылы сыни және шығармашылық дағдыларды дамыту, ағылшын тілі сабағын өтіп алдым. Және де сіздерге сұрақ қойғым келіп тұр. PBL дегеніміз не? Естімейсіздер ме?
Бұл ағылшын тілінен шыққан, яғни қысқартылған сөз, яғни project based learning, яғни project деп отырғанымыз жоба негізінде learning оқыту. Яғни жоба негізінде оқыту, проект ол туралы қысқаша түсінік беріп өтейін. Оқушылардың шынайы өмірмен байланыстың мәселесін зерттеп, өз шешімін жасап, жоба арқылы естиді таныстырады. Бұл тек білім емес, ойлау, талдау, бірігіп жұмыс істеу, өз ойын жеткізу дағдыларын дамытатын әдіс деп те айтуға болады. Таныс болсаңыздар болады, өйткені сіздер орыс тілден берген екен, ағылшын тіліне кішкене бізде байланыстар ғой, сол арқылы сіздерге кәдімгідей күшті әдістерді айтатын боламын осыған байланысты. Мен біріншіден зерттеу мақсатым мынандай болды. PBL арқылы оқушылардың тілдік, шығармашылық және логикалық ойлау дағдыларын қалыптастыру болды. Осыдан туындаған өзімдегі сұрақ, PBL тапсырмалары оқушылардың ағылшын тілі және 20-шы ғасыр дағдыларында дамытуға қалай әсер етеді деген сияқты өзіме сұрақ қойдым. Осы бойынша мен жұмыс жасадым. Енді қараңыздар, бұл жерде мен осы жобаларды жасаттым оқушыларға, қазір суретін көрсететін боламын. Қолданылған әдіс бізде ол PBL жобалары. Яғни 5-ші сыныпта мен алдында My Dream School, яғни менің алдымдағы мектебім. Ол жерде оқушылар не істеді? Оқушылар өздерінің армандағы мектептерін естиді, сипаттайды, постер жасайды, сөйлейді, мәтінді жасайды, топтар бірігіп естиді, жұмыс жасайды. Бұл өте тиімді әдіс. Жаңа пролайф өтті, қазір неден шыққаннан кейін сіздер жобаны осы сабаққа байланысты жобаларды көріп шығасыздар. Келесі мен 6-7 сыныптарға алған тақырыбым My Future Profession, яғни менің болашақтағы мамандықтар. Бұл бәрімізде отыр, бұл жерде не істеді оқушыларда? Әр оқушы өз таңдаған мамандықтан классиды, слайд, сурет, постер деген секілді, және қоғамға қажетті екендігін олар түсіне білді. Әр мамандықтың. Одан кейін бізде жаратылыстануға байланысты Save the Earth, яғни экологиялық тақырып алды. Ол барлығымызда бар, ол жерде оқушылар экологиялық проблемаларды естиді, зерттейді, шешім ұсынады және сөздік қорды және күрделі сөйлемдерді ол жерде қолдануды үйренеді. Әрине біз алдын ала ол жерде сөздіктерді, сабақтарды түсіндіргеннен кейін барып, оларға жасататын боламыз. Енді сіздер ойлауларыңыз мүмкін, сізде қиындық туындаған жоқ па, мынандай окей болып тұр ғой деп ойлауларыңыз мүмкін, түсініп отырсыздар ғой, негізі. Енді қараңыздар, қиындық туындады, яғни қандай қиындықтар болуы мүмкін? Уақыт жетіспеушілігі, сөз қордың аздығы және тұйық оқушылардың ашылмауы. Оның шешімі ретінде сөздік қорды көбейту үшін көптеген сөздіктер бердім оқушыларға, жаттатқыздым, әр сабақта сұраттым, жаздырдым, сөйлем құрастырдым. Екіншіден, тұйық балдарды не істедім? Тұйық балдарды жұптастырдым, топ қылдым, сосын осылай өздеріне, мысалы, Dream School, армандағы мектептерін салдырып, нәтижелі видеолар береді, загрузка болды. Соны жасаттым. Оқушыларға нәтиже көріне бастады. Одан кейін қарата мына жерде экологияға болады және мына жерде бізде елдердің өткен кезде осылай оқушылар өздері 3D ретінде жасайды. Оны сіздер көретін боласыздар бүгінгі неде жобада. Және нәтижелерінде не байқады? Оқушылардың дамыған дағдыларын байқады, жаңа сөздер мен грамматиканы нақты жағдаятта қолдануды үйренді, жобаға қорғауда өзіне сенімді болды, яғни public speaking деп айтамыз ағылшынша. Және өз ойын дәлелдеді, және постер, видео, слайд жасауды үйренді болады. Бір-бірін тыңдап пікір айту болды. Енді нәтижелер осы. Мына жерде оқушылардың жасаған жұмыстары видео арқылы жасаған деді. Интернет дұрыс істемей тұр енді. Мақұл. Сіздерге осындай жағдай болып қалады деп, мен мынандай нәрселерді оқушылардың жұмысына алып келген болатын. Негізгі Бет ашу. Ағайма, бетті ашу керек. Окей, қараңыздар, мына жерде бізде оқушыларға өтетін сабағымызға байланысты тақырып тұр. Бізде әшейін сабақтың үстінде әшейін бір қағазды беру арқылы сіздер бір сабақтан оқушыларға жоба жасата аласыздар. Яғни қалай сіздер сабақта бүгінгі тақырыбымыз
неге байланысты болуы бар әдебиетке қоғамға немесе экология жануарлар иә соған байланысты болған кезде мысалға былай білесіздер да міне оқушылардың жасаған жұмыстары мына жерде мен сіздерге мынау жаңа ақпараттың көмегімен қалай жоба жасап шығару керектігін айтатын боламын. Яғни үшке бөлесіздер осылай, иә? Мына жерде propose деп отырған мақсат бар. Яғни бірінші тақырыпты анықталасыздар. Әр оқушының деңгейіне қарай, яғни топтық или жеке жұптық беруге болады. Оны бірінші тақырыбын беріп аласыздар. Ортасына не қойылады? Материалдар, құралдар, суреттер, және де диаграммалар, иә, соны қолданады. Мына жерде оның мақсаты қандай? Иә, мақсатын жазады және болжамдарын жазады өздерінің, және қай жақтан өздерінің. Мүмкін Pinterest, мүмкін ChatGPT, иә, сол өзінің нақты шынайы түрде өздерінің несін жазады, ойларын жазады. Және нәтижені былай көрсетеміз, результатқа жазады, яғни өзінің қандай нәтиже көрді, ол тақырыпта соны жазды және соңында қорытындылайды и талқылайды. Мына жерде міне дәл осылай жасалған оқушылармен бірге алып көрсеңіз, әлде осылай көресіз. Итоговая работа или новая работа? Қалай? Итоговый вот сол яғни. Мүлдем жасамаған оқып болады. Болмайды. Сізге айтайын, если осыны қолданатын болсаңыз, даже грамматикаға да қолдана аласыз бұны. Мынаны түсіріп алыңыздар, өздеріңізге аударып аласыздар да, и өздеріңізге қарай өзгерте бересіздер оны. Мынау мысалға 5-ші класс жасаған, міне сұрақтардың әрінде ішіне өздерінің түсінген нелерін жазып өткен, иә? Мына жерде мынау үлкен кластары жасаған, үлкен кластар жасаған, мына жерде оқушылар дәл өзі не бойынша көрсеңіздер болады. Сабақта берілген сабаққа сабақтың шеңбер жұмыс. Мынау үлкен сыныптарға жасалған жұмыстар. Кішкентай сыныппен жасалған жұмыстар сурет видеодан көре аласыздар. Мына жерде кішкентай сыныппен 5-6 жерлермен көрем десеңіздер, және бір жақсы жері PBL-дің сіздерге бір не айтып кете салайын, иә? PBL-дің бір жақсы жері біздер жиынтық бағалау аламыз ғой. Сочи, иә? Сол кезде бір жылдығында осындай жобаны көріп жүрсеңіздер болады. Өте тиімді. Жеке беріңіздер, топтық беріңіздер, жұптық берсеңіздер де болады. Бірақ обязательно соңында не болу керек? Әр тапсырмаңыз критериясы. Өздеріңізге қарай бұны жасайсыз. Түсіне алып қоя. Мына жерде мысалы сөйлемейтін оқушылар, кішкене амандай гиперактивный оқушылар бір топта болған кезде бір-біріне көмектесу арқылы, бір-біріне ақылдарын айту арқылы осындай не жасап шығар? PBL жобасын жасап шығар. Оқушылардың жасаған жұмыстары, топта, мынауды өзінің жасап шығарған, мына жерде оқушылар бірге талқылаған суреттері. Мынау үлкен сыныптармен жасалған жоба. Яғни біз бұны пәндермен біріктіріп өткізуге болады, яғни пәнаралық деп айтамыз ғой, иә? Мысалы, ағылшын сабағына біз қандай пәндерді қолдана аламыз? География, информатиканы қолданамыз, жаратылыстануды біз біріктіре аламыз оған. И сол арқылы, сіздер тақырыпты жазып шығаруға болады. Бұл бізге жиынтық бағалау ретінде жасалған жұмыстар мына жерде. 10-шы сыныптарға. Сонымен PBL дегенді қалай түсіндіріңіздер сіздерге сұрады. PBL деген не болса жоба неге негізделген? Оқытуға негізделген, иә? Сіздерге осыны ұсынамын, өздеріңіздің сабақтарыңызда қолданып жақсы нәтиже көрсетесіздер деген ойдамын. Бұл арқылы оқушылар болашақта уже жобаларды жасап, аудандық,
жаңа республикалық деңгейде көрсете алады. Осындай кішкентай дүниемен үлкен дүниеде атқаруға болады. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Рахмет. Соңғы қорытынды ретінде информатикадан бәрін білу керек бар, немесе информацияның мамандығына қатысы бар деген сұрақ болса, соны айтып кетейін. Жасанды интеллектуал стадиялар деген бөлім. Жақсы, алдын ала қазір жаратылыстану көрсетті, ағылшын апайымыз көрсетті. Оның барлығы негізінде тіл пәндері, көркем әдебиетіне бай пәндер болып саналады. Жаратылыстануда да, ағылшында да өзінің фантазиясы креативімен көрсете алады оқушылар. Ал енді информатикада біз көбірек басқа бағыт болғандықтан біз көбінесе есеп шығарамыз оқушылармен. Бізде бір бағыт жұмыс жаңағыдай менің болашақ профессия деген сияқты сақыптарды ала алмаймыз, себебі бізде іске оқытылатын бағыт. Сондықтан оқушыларға біз не үйретеміз, пилот жоба үшін информатикада осындай кері тақырыпқа келеміз. Алты тақырыпта ол біреуі жасанды интеллект. Қазір білесіздер, өздеріңізде қолданасыздар, жасанды интеллект өте бәріміз қолданамыз деп айтайық. Қолданбайтын мұғалім жоқ шығар, қолданбайтын мұғалім болатын болса, оның өзіне зиян жасап жатыр деген сияқты тұжырымды айтылады. Енді оқушыларда осы 8 қағида бар. Негізінде айтатын 5 сыныптан бастап оқушыларға осы 8 қағиданы түсіндіретін болсақ, жасанды интеллектпен жұмыс жасаған кезде негізі оқушы емес, жалпы мұғалімге де қатысты осы 8 қағидамен бірге оқушы дұрыс жұмыс жасай алады. Біріншісі ол кішіден бастаңыз. Бізде ол дегеніміз не? Сіз жасанды интеллектке жалпы ортақ жобаңызды айтып, маған жоба жасап береді дегеніңіз ол қате. Немесе даже маған 3 сұрақты тест жасап бер дегеніміздің қошқаты. Сіздер біртіндеп бастау керек. Бірінші сұрақ. Сіздегі жасанды интеллектін қолданған приложениеңіз болсын, аккаунтыңыз болсын, ол сізден үйрене бастайды. Яғни жасанды интеллект ол дайын емес, ол бала сияқты. Сіз қалай запрос жасайсыз, запросыңызға ол үйрен бере бастайды. Мысалы, менің қазір қолданатын жасанды интеллектімен сіздегі жасанды интеллектке бір запрос беретін болса, жауабы екі түрлі болады. Себебі сіздегі ол басқаша үйренген, ал менікі басқаша үйренген. Яғни біз оны үйрете бару керек. Бала сияқты оған мен мұғалім екенін түсіндіру керексің. Мен инженер емеспін, мен доктор емеспін, мен мұғаліммін. Яғни менің алатын материал оқушыларға түсінікті болу керек, түсіндіру керек. Тегін және қолжетімді құралдарды зерттеңіз. Әрине біз мектепте мемлекеттік болғанымызбен біз оқушыларға мынаны сатып ал, ананы сатып ал деп айта алмаймыз. Сондықтан барынша тегін қолда бар программаларды қолдануды үйрену керекпіз. И барынша тиімдірек. Уақытты көп алатын тапсырмаларды жиі жүктеңіз. Мысалы біз бұламыз бар, мұғалім ретінде сіздерге байқап, эссе жаздырасыздар, мұғалімдер бар екенін байқап, эссе жаздырасыздар, эссені суретке түсіріп, платный версиясы болса, суретке түсіріп, бірінші критерияларды жазып жібересіз. Мынаған осындай критерияларға сай болу керек эссеңізді. Эссені суретке түсіресіз, жасанды интеллект сізге соның бәрі критерий бойынша бағалап береді. Сондай бір тиімді жолдарын табыңыз. Мысалы, сіз бір эссені қанша темі 2 минут тексересіз, оны анализ жасайсыз, шығарсайсыз. Ал жасанды интеллектке просто суретке түсіресіз, ол өзін бәрі жасайды. Жиынды идея генератор ретінде қолданыңыз. Әрине PBL жобаларды айттық. Ол не істеу керек деген апайдың біздегі А4 форматындағы суретке жобаланады. Белгі болды ғой, сол жерде толтыратын кезде қиыншылық болады. Мысалы, мен оқушы тақырып таңдай алмай жатырмын. Немесе мен осы тақырыпта не істейтін болады. Сол кезде әрине жасанды интеллектке түйінбейтін боламыз. Нақты және құрылымдылардан сұраныстар, промпттар деп айтады. Негізінде білетін болсаңыздар, промпт дегеніміз не? Промпт ол менің сұрағым. Мысалы, есікті аш десем, ол сіздерге түсінікті шығар, мына есік екен. Бірақ жасанды интеллект оны білмейді. Мына есік бар, осы тағы есік бар, екінші этаждағы есік бар. Біз нақты айтып береміз. 102-ші кабинеттің есігін ішінен аш. Ол бізде нақты промпт болады. Сол сияқты біз жасанды интеллектке мен Қазақстандағы жекеменшік мектептегі мұғаліммін, маған 8 сыныптың осы тақырыбы бойынша материал қажет деген сияқты нақты айтып береміз. Жалпылама айтсаңыздар, сіздерге басқа елді беруі мүмкін. Немесе жаңағыдай ГОСОда жоқ тақырыптан алып беруі мүмкін, оны біз білмейміз. Сондықтан сондай нақты промпттарды қою керекпіз. Сосын бірлескен жұмысты жеңілдету үшін құралдарын пайдаланып. Жасанды интеллект құралдары деген жаңағы суреттетін, видеодан сөз шығаратын, видеодан тест жасайтын, текст жасайтын сондай құралдарды қолдансақ, көзбен, визуалды өте оқушыларға
қиятын болады деп айта аламын. Сабақ бейне жазбаларын бөлшектеп талдаңыз. Яғни сіз өзіңіздің бейнеңізді 15 секунд, 20 секунд айтқан осылай тақырып жасанды интеллектті жіберіп, сол бойынша бір-біріңізбен талқыласаңыздар болады, жасанды интеллектпен. Мен қай жерде қате жібердім, мен қай жерде дұрыс жасасам болады, қалай мен дұрыс жұмыс жасасам болады. Сол сияқты оқушылар жаңағы түйі оқушылар, сөйлеуге қорқатын оқушыларға да ондай кеңес бере аламыз. Өзінің сөйлеген видеоға түсіріп, жасанды интеллектке жіберсін. Ол оған сен мынандай бол, сен батыл бол, сен мынандай сөз қолдан, арасында ы деген көп қолданасың, а деп көп ойланып қаласың деген сияқты біздің оқушыларда ондай болды. Оқушыларға сондай кері байланыс күшті береді. Енді соңғысы жасанды интеллектті сыни дос ретінде абайлап қолданыңыз. Яғни жасанды интеллект күшті, бәрімізге көмектеседі, яғни ол өте күшті, бірақ та мынандай оқушылар болады. Ештеңе жасамайды, сол күніге жасанды интеллектпен жасай салады. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз соған сеніп барамыз 100%. Жоқ, жасанды интеллектті көп адам қорқады мысалға. Мұғалімдер жоқ болып кетеді, таксисттер жоқ болып кетеді, курьерлер жоқ болып кетеді деген сияқты. Жасанды интеллект орнын басады деп айтады. Бірақтан бәрібір жасанды интеллект бізде ондай емес. Жасанды интеллект бізде көмекші. Ол толыққанды ешқандай ештеңені ауыстыра алмайды. Ол көмекші ретінде ғана. Мысалы сіздерге практиканттар келеді, бәріміз келеді. Сол практиканттарды мысалға көмекші ретінде жұмсайсыздар. Көзет тексеріп береді, эссе жазып береді, сабаққа былай дайындап береді. Сол сияқты соны жасанды интеллектке жүктейсіздер болмайды. Оған артық ешқандай қағида. Осы 16 қағидамда осы лайфхактар, қағидаларды қолдансаңыздар, өздеріңіздің естеріңізде сақтап алсаңыздар, негізінде жұмыс жасау өте тиімді болады деп айтамын. Жақсы, осымен біздің қорғалымыз таңат. Апайлар қазір сағат мына жерде жоба болып жатыр. Бірінші тапсырыс шықсаңыздар, көрсеңіздер, жаңағыда бізде тек қана сөзде емес, кәдімгі жұмыста болып жатқанын көре аласыздар. Жақсы, сұрақтарыңыз болса. Тазаларды әселермен арқылы алыңыз. Жалғастыра дейін Как бы военного екінші баяндаманың нәтижесі көрме дайын болып жатыр. Үшінші баяндамамыз тарих, математика, география пәндері. Бұл кісілер бір сыныпты алып, бір сыныпты зерттеді. Сол бойынша баяндамамыз. Тарих, география, математика. Бұл lesson study үшінші мұғалімге болады. Тағы бір апайымыз бар, action research, ең соңғы баяндама болады, қазақ тілі әдебиет. Сабақ оқытқанымызда қайталау дүниелер болып жатыр деп сенеміз, ойлаймыз. Саламатсыздар құрметті әріптестер. Менің есімім Әлидар Нұрғалиев, осы жол кәсіпорын мектебінде тарих пәнінің мұғалімімін. Одан кейін менің әріптестерім Есбек Владимиров, математика пәнінің мұғалімі, жолдастай Гүлдана география пәнінің мұғалімі. Біздің бүгінгі тақырыбымыз негізі lesson study, яғни бір класты алып, 9-шы сыныпта алып, сол класты зерттеген болатын еді. Яғни біздің тақырыбымыз lesson study'дегі диалогты оқытудың тиімділігі деген тақырыпты алып, 9-шы Д деген класты зерттеген едік. Яғни ол жерде бізде білесіздер, негізі бір сыныпта дарынды балалар негізі көп емес қой, ішінде дарындылар да бар, онша еместер де бар, бір қатты оқымайтындар да бар. Негізі армысшы. Яғни біз соларды қалай дамытуға болады. Яғни сол әдісті біз диалогтық оқыту әдісі арқылы осы математика, география және Қазақстан тарихын үш пәндерді соны зерттеген болатын еді. Енді келесі сөз кезегін Адиля Нұрғалиевтің математика пәнінің мұғалімі. Бірінші көмісті деген сыныптарды, бұл жерде үш пәннің, яғни бірге ұстаздар жиналып, жалпы қалай жүзеге асырылатынын бастады. Бұл жердегі ең бастысы жоспарлау кезеңі болды. Біз топ құрдық, үш мұғалімнен тұрған, және де оқушылар таңдады. Оқушылардың байқадары, яғни деңгейіне байланысты. Оның ішінде біз С деңгей, яғни оқушылардың деңгейі өте жақсы болатын бір оқушыны алдық. Оның есімі Жолдасов Аружан.
С деңгейлі жоғары оқу деп табылды. Б деңгейде орташа оқитын оқушылардың 20 ұштудан, А деңгейде, яғни үлгерімі төмен оқушылардың қатары. Және біз мұғалімдер бір-біріміздің сабағымызға кіре отырып, яғни әр сабағымызды талдап, кері байланыс жасап, және онымен ары қарай ұсыныстар жүргізілді. Жалпы мен алгебра сабағына келетін болсақ, біз бұл сабақты осы жылда, яғни 2090-нан бастап қарастырғанбыз. Ол кезіндегі тақырыптар арифметикалық прогрессия және оның қосындысын табу тақырыптарында жүзеге асырылды. Мен жалпы сабақ барысында бірнеше әдістерді қолдандым, яғни оның ішінде жіксу әдісі немесе математикалық эстафета әдісі деген сияқты. Бірінші сабаққа келетін болсақ, бұл жерде топтардың құрылу кезінде біз ешқандай бөлген жоқпыз, жалпы рандомно деп айтылады ғой, топтарды құрастырдық. Және оқушылар өздерінің қалаған, яғни топтарында отырды, және менде математикалық эстафета, яғни барлығында бір деңгейдегі тапсырмалар берілді. Тапсырмалар нәтижесінде сабақта қорытындылай келген кезінде оқушылардың бәріміз білеміз, С деңгейлі оқушылар олар лидер болғандықтан өзін жақсы көрсетті, жақсы есептерді шығара алды. Ал А және Б деңгейлі оқушыларымыз, яғни солардың көлеңкесінде қалды, сұрақсыз есептерді көңіл деп айта аламын. Екінші сабаққа келетін болсақ, мен бұл жердегі әдісті интерактивті әдіс, яғни қазір өзіміз бәріміз білеміз. Көптеген сайттар бар, оның ішінде Learning Apps бар, ол деген сияқты өзінің қолданатын әдістері бойынша өте деңгейлі, яғни жеңіл тапсырмалар болды. Жеңіл тапсырмалар және ол жерде топта бізде ол 3 деңгейлі оқушыны бір топқа орналастырдық, яғни бірге жұмыс атқара деген сияқты. Бірге жұмыс атқарған кезінде басым бөлігі бұл жерде С деңгейлі оқушы жақсы жұмыс атқарды, қалғандарына көмектесіп отыр, яғни деңгейі төмен және орта оқушы көмектесіп отырды. Үшінші сабақта мен өзім жіксу әдісін қолдандым. Бұл жердегі ең маңыздысы, яғни мен 3 оқушыны 3 топтың басшысы ретінде қарастырдым, яғни оқушылар өте жауапкершілік ала отырып, сол тапсырманы орындауға бейімделді. Және есептерді құрастырған кезінде деңгейіне қарай, яғни төмен оқитын оқушыларға есепті жеңілірек, яғни жоғары деңгейдегі оқушыларға кішкене күрделі есептерді беру арқылы, яғни төмен дәрежеде немесе орта оқитын оқушының деңгейін көтеріп, сол жердегі белсенділігін көтеріп деп айта аламыз. Бізде екінші сабағымыз керекті сабағында қалай жүрді. Екінші сабақ ауызша сабақ болғандықтан біз жаңағы акцентін сол мен көбірек оны үй тапсырмасына бердім. Себебі бізде сабақта biz ауызша сабақты түсіндіреміз және тапсырмаға орталар. Бізде үй жұмыста көп жұмыс жасалмай барады. Ауызша қазір жаздыңыз. География, биология, тарих деген сияқты. Себебі ол сөйле біз математика, қазақ тілі деген жаттығулар, есептеулер, ондай тапсырмалар түрен болады. Сондықтан үй жұмысына былай келді. Бізде осы мектептің өзінің арнайы жұмыс дәптері бар. Сол жұмыс дәптерде егер тапсырмасы орындалатын болса, ол деңгейлі жаңағы А деңгейлі оқушылар қолдың міндетті түрде орындау керек. Және Б деңгейлі екінші топтағы жаңағы орташа оқушыларымыз бар. Инфография үлгісін жасап келмейді. Инфография үлгісін білеміз, жаңа берген тақырып бойынша қандай цифрлық мәтіндер, қандай тапсырмалар шығады. Мысалы, біз Қазақстанның климатын өтетін болса, климатта оңтүстік өңіріміздің температураларын, жауын-шашындарын инфография үлгісі деген сол. Немесе кез келген сол тақырыпта диаграммалар құрастыру. Бұл Б деңгейлі оқушыларға қолданылған болатын. Ал үшінші талап ол жаңағы С деңгейлі белсенді оқушыларға қосымша жұмыс тапсырма ретінде шығармашылық зерттеу тапсырмалар беріледі. Эссе жазу немесе жаңағы жобалық тапсырмалар беріп отырды. Ол бізде бірінші, екінші тоқсанда жаңағы КБ жобасы бойынша біз жұмыстар атқарылып, жаңағы қазір көрмеде көресіздер, сондай жұмыстар жасалған болатын. Және әр сабақтың өзінде біз топтық жұмысты бірге ойлаймыз әдіс қолдандық. Себебі әр топты төрт оқушыдан бөліп бірге ойлаймыз. Сол төрт оқушыға жаңағы мұғалім төрт түрлі тапсырмамен, төрт түрлі тапсырма сұрақтар қойып арқылы төртеуінің егер ойлары төрт түрлі жерде шығады, соның егер қайсы ұқсайтын жаңағы пікірлер ұқсас оқушылар бірлесе отырып жұмыс жасауында. Ол бізде топтық жұмысымыз болады және әр сабақта
оқушылар соған қарай бізде презентация дайындап беріп, презентация оқушылардың көбісі қиналатыны ауызша сөйлеп, ауызша сабақ айту деген жағынан өте төмендеп кеткен, барлығы жаңағы жазып беруге ыңғайланып кеткендіктен бізде үй тапсырмасы презентация міндетті түрде беріліп, оны ауызша қоңырау ретінде үй тапсырмалар беріп отыр. Және осы үй тапсырмалардың нәтижесінде бізде жаңа А деңгейдегі оқушыларымыз үшінші сабақтан кейін белсенділік танытып, кез келген тапсырманы алғандай жаңа орындай алатын деңгейге жетті. Енді келесі бізде тарих сабағы, яғни Қазақстан тарихынан сабаққа басталады. Бұл жерде, яғни сіздер білесіздер, бұл жерде біздің тақырыбымыз диалогтық оқыту бағдарламасы болғаннан кейін, енді барынша ауызша, яғни бір-бірімен сөйлесуге оқушылардың жалпы барынша естерінде сақтау қабілеттері сол кезде кеңірек есінде қалады. Яғни оқушылардың топта көшбасшылық қасиеттерін көрсетті бұл жерде. Яғни жалпылғанда біз қалай топтарды А деңгейлі, Б деңгейлі, С деңгейлі деп, яғни сол оқушыларды бір топқа да біріктіріп отырып, бір сабақ өтілді. Не болмаса жаңағы А-Б-С үшеуін, біз зерттеп отқан оқушылардың үшеуін алып, бір топқа бөліп сабақ өткіздік. Яғни соның барлығында негізі бізде кереметтей нәтижесін берді. Соңында нақтыластыра келген уақытта оқымайтын А деңгейіндегі оқушылардың өзі кішкене болса ынтасы ашыла білді. Яғни бұл біз негізі түсінемін, қазір жай ғана просто болмаған нәрсе секілді, болып жатқан секілді, оқымаған нәрсе ғой деп қабылдап қалуларыңыз мүмкін, бірақ бізде кәдімгідей жасалып, ол әрқайсысын фото отчеттарымен және де біз не істедік, не қойдық, қай жерге келдік деген секілдерді болды. Және де біз әрбір оқушы біткеннен кейін кәдімгі сұрақтар алған болатын едік. Сол жерде сұрақтарға өздерінің оқушылардың жеке-жеке жазып кеткендері. А деңгейлі, С деңгейлі және Б деңгейлі оқушылар. Яғни бізге осы сабақтарда біз мына нәрсе ұнады, мына нәрсе ұнамады. Яғни оқытудың қай бөлігі сен үшін барынша тиімді болды. Қаншалықты жақсы болса әдістер, нені жақсырақ істей аласың. Яғни әрбір сабақ біткенде біз барлық оқушыдан, яғни бөліп жармай, барлық оқушының осындай жаңа опростар алған едік. Яғни осы опростарын да көріп тұрсыздар. Яғни бұл бізде тек қана тарихта болған жоқ, үш пәннен бойынша да осындай жаңағы lesson study'ді біз опростарымен осылай қорытындыладық. Демек, бізде қорытындылай келе топтық жұмыстарды іске асыру керектігін түсіндік. Яғни сол арқылы сөйлемей жүрген оқушылар ол топта ашылып сөйлей бастады. Бірақ оның зиян жақтары да бар негізі, мойындауымыз керек. Одан кейін топқа бөлу барысындағы сараланған әдістерді, яғни жаңа ақылдарды қолданып жатқан әдістерін, мен жаңағы апайлардың қолданған әдісін мен тарих сабағында қолданған едім, маған өтпеді. Себебі ол тек қана математика саласында ғана ол өтеді екен. Сол секілді әрбір өзінің пәнге байланысты лайықты жаңа әдіс-тәсілдер қолдансақ, сол дұрысырақ екен. Ашық сұхбатта дағдыландыру. Яғни бізде оқушылардың көбісі жабылып қалады, кейде ашық оқушылар олар сөйлей береді. Яғни олармен де жаңағы сөйлеуді қамтамасыз еттік. Енді осы орайда мен кішігірім бір өзімнің тарихтан әдіс көрсетіп жібере салайыншы дегенім. Яғни тарихтан негізі дағдылар жаттау қиын, ол түсінікті жағдай. Енді осы жерде бір-екі оқушыны тақтаға шығарып, яғни жай ғана оны бір көрнекілік, ештеңенің қажеті жоқ. Тақта болса болды, маркер болса болды, кез келген оқушылар сен қандай дағдылар білесің, соның барлығын тақтаға жазып қойып, одан кейін бір жаңағы оқушыны шақырып, яғни теріс қарап тұрады, мына оқушы секілді. Артына дағдыларды қоясыңдар, сол бойынша оқушыдан сұрайсың. Яғни сонда оқушының бұл жаңағы жаттауына да кеңірек жаңағы өзінің көмегін тигізеді деген секілді. Одан кейін біздер тағы бір тарихтан сағаттар сөйлейді. Мысалы, қазір қарап отырсаңыздар, примерно сағат 2-ден 15 кетті, яғни 14-15, яғни сол уақытта қандай оқиға болды. Яғни меш тарихын айтсақ, Англия мен Францияда шықты соғыстар болып жатқан еді деген секілді. Яғни мысалы 20:00 деген секілді 2000 жылдар, яғни мына жерде шығысқа дүниеге келген уақыт деп, осылайша жаңағы тарихта сөйлеудегі жеңіл әдістер бар еді. Одан кейін енді барлық кез келген пәндерге болатын әдіс тәсілдер,
яғни галереясы примерно әрбір жаңағы стеналарға жаңағы суреттер, жазуларды жатып қойып, болмаса да тапсырма ретінде жазып қойсаңыздар, кейін әрбір оқушы сол тапсырманы барып оқып, өздері жасай беретіндей, яғни жауаптарын тауып, яғни осындай бір әдістер бар еді. Жалпы бізде lesson study'іміз осы топпен өз жемісін берді. Бастапқыда 42% болған жалпы кластың білім деңгейі, ал бұдан lesson study біз 290-да қолдандық, ал 290-ның деңгейі бойынша ол 56%-ке шейін көтерілді. Демек, lesson study'іміз оқытудың әдісін дұрыстап қолдандық деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, бірге бір топқа бөлдіңіздер, немесе А деңгейде балаларды бір бөлек, Б деңгейде балаларды бір бөлек топқа біз. Бастапқы кезінде үш оқушының арасында үш оқушы, яғни олардың өзі айтқан жоқ, бірақ сырттай өзіміз үш оқушы таңдағанбыз, яғни А деңгейде, Б деңгейде, Б деңгейде. Бірақ біз сенбесінде қалай топқа бөлдіңіз, солай отыра берді. Яғни бірінші көріп қалай жұмыс жасайды, топтар қалай жұмыс атқарады деген сияқты. Ал екіншіден бастап өзгерте бастады, яғни екіншісінде бізде топқа бөлген кезінде үшеуін бір топқа орналастырып қалады, бір-біріне көмектеседі деген сияқты. Бірақ бәрі бірден беделді С деңгейінің оқушысы болады. Бедел бола береді, что ол бағаны көмектеседі, жан-жағына бәрін қарап. Ал үшіншісінде оның өзін басшы болды, бір топқа мысалы төмен оқиды деп оны басшы болып қойды. Одан кейін ол өзіне жауапкершілік алғаннан кейін барлық адам оңай тапсырма болсын шығаруға әрекет жасайды деген сияқты. Ол жауап өз білмейді деген сен әдемісің. бұл шақ эксперимент болатқанда білмейді ғой, біз қойса қайда қайда болады. Бір сұрап оқушыларды әр мұғалім өзінің пәні бойынша деп береді. Бірақ бұл шешім lesson study. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Бағадан тыңдаған үш тақырыбымыз lesson study. Байқағандарыңыздай топ келді мұғалімдер. Қазір action research жеке өзінің зерттеуі. Қайырлы көрсетемін әріптестер. Ең бірінші өзім таныстырып өтсем, есімім Сәда Мұстранды, Сүйман Демирел университетінің түлегімін. 5 жыл болды сыныптар түлегімдарыма, және де Алматы, Павлодар, Меркі, Абай, Шымкент қалаларында кішігірім жұмыс тәжірибем бар. Енді негізгі мақсат, жалпы өзім бір әдебиетші болғандықтан, мен үшін бір балаға бір шығарманы оқыталу, әдеби шығарманы оқыталу, бір жеңіс сияқты осы уақытқа дейін сол мақсатта осы мектепке орналастық. Және де бізде 10-11 сыныптарға бағытталған мектеп болғандықтан бастапқы уақытта оқыту уақыты бойынша бізде оқушыларда проблема, мәселелер пайда болды. Ол қандай? Оқушылар үшін мәтін оқу қиын, мәтіннің ішіндегі сөздерді түсіну қиын, тіркестерді түсіну қиын. Жаңағының өзінде сабақта ашық тұяқ деген не ол апай дейді, мысалы ашық тұяқ емес па, бір сәл қақиып келмес па деген сияқты. Сөзіне тіркестер өте қиында оларға. Осы мақсатта ең біріншісі бұл бізде сабақ өту барысында оқушылардың шығарма оқуға қызығушылығын арттыру керек. Және мәтін сұрақ шексізге шығарма оқудың жалпы мәтінін шешу үшін шығарма оқудың маңыздылығын көрсету керек болды. Осы жолда бұл проблема маған туындады. Сол проблеманы шешу ары қарай осы бір кішігірім жұмыстың нәтижесін алып келді.
енді жалпы мен оқушыларды ұстап алып кітап оқы деп коридорда отырғызып қойсам да таңертең біздің мектепте 8:15 пен 8:30 арасында 15 минуттық кітап оқыту уақыты болса да оқушыларды ұстау өте қиын. Мысалы үзіліс болса болды, өздеріңізге балаларыңыз барша телефонды дереу айналып алады да ойнап кетеді деген сияқты. Бұл проблемадан шығудың жолы қандай деген сондай сұрақтар болды да. Ата-аналар жиналысында бізде ата-аналар келеді да, баламның сөздік қоры төмен, балам сөзді түсінбейді, балам кітап оқымайды деп айтады. Сосын мен өзіме сұраймын, сіз күнде неше бет кітап оқисыз деп сұраймын да, енді жайлап сөйтіп не үшін мен оқуым керек, не үшін сен сосын ерінбей бір сыныпқа тапсырма беріп көрдім. Абайдың қара сөзін бірінші қара сөзін беріп жібереді, мамам неге оқып келді? Ертесіне сұраймын, оқыма мамам оқып қой, өзім оңдым деген сияқты. Екіншісі тағы да солай істедім. Үйде сендер қара сөзді оқып келіңдер, осындай деп белгілі саламын, тапсырма ретінде ауыстырам. Балалар не істейді? ChatGPT-ге жазады, жаңағы сұраққа күшті түсініп берді ғой. Бүкіл мәселені шешіп беріп жатыр, бірақ баланың сөздік қорын шешіп беріп жатқан жоқ ол ChatGPT негізі. Былайша айтқан кезде баланы мылқау сияқты қылып жатыр да, менің алдымда, мен әдебиетші ретінде. Сосын не істедім? Жаңағыдай әдейі қара сөзді мен бірінші қара сөздің орнына бесіншіні қойып қойдым. Солай көрдім. Анау өз балаша тастады, білмейді. Яғни шын мәнінде ол жерде баланың қара сөзді жаттап алу емес, ішіндегі бір сөйлемді болса да алса, өзіне ол бір жеңіс болды да маған. Осы мақсатта осы мәселелерді шешу үшін енді жалпы шығарма оқу балаларға не береді негізі? Мен ауызша айтқан кезде күшті айтып бердім оларға. Тіл байлықтарын көтермек, басқалармен сөйлескен кезде әдемі сөйлесе алғансыңдар. Университетке барған кезде сендер үшін ол маңызды, тіл байлық керек қой деген. Ертең басшылықта отырсаңдар да сіздерге ол нәрсе керек. Біздің балаларға мотивация беретін нәрсе ең біріншісі, ертең тілден қойсаң сен қалай сөйлейсің, ақын болсаң қалай сөйлейсің деп. Сондай мен ғана кішкене оятасың, оның өзі бір 5-10 минуттан артылмайды да. Енді жалпы бұл жерден бір қорытынды шығардық. Біздің осы Оксфорд университетінде нейрохирург мамандар зерттеген екен да, жалпы. Енді мысалы, биологияны тыңдаған оқушылар не үшін әдеби шығарма оқу керек деген кезде, мысалы, бір ғана организм жүрекке, жүректің маңызды функциясын олар өте жақсы біледі да, бірақ адамның ішінде сол жүрекке байланысты бір жақсы тілдер, әдемі әдеби тіркестер болмаса, ол жаңа операция жасап жатқанның өзінде жүректің қызметін тек қана қызмет ретінде емес, сезім мүшесі ретінде білетін болса, оның эффектісі көбірек екенін білген екен да, зерттеп. Сол зерттеу нәтижесінде Оксфордта әдеби кітап оқу керек деген бір ұстаным көп болған екен. Яғни бұл деген сөз әдеби кітап тек қана жаңағыдай әдебиет үшін емес, жалпы өмір сүру үшін, жетістікке жету үшін, сөйлей алу үшін, даму үшін, жалпы отбасы үшін бір қазір күшті сөз бар активити деген. Отырып кітап оқудың өзі бір атмосферасы бөлек. Бұрын сіздердің замандарыңызда деп айтайыншы, мен өзім де сол заманға қосам, түнде жатып кітап оқысақ, мама көзіңді құртасың, өшірсепті деп сөйтіп ұрсатын да. Қазір ондай балаларды іздеп таппайсыз негізі, түнде кітап оқып жатқанымызды. Рас, өте үлкен проблема, өте өзекті. Себебі оны сіз болып, орыс тілі маманы болсын, география болсын, қазақ тілі болсын, бірлесіп шешпесек, және де бұны өзіміздің алдымыздағы бала-шағадан бастамасақ, үлкен бір күрделі мәселе туындайды. Ол қандай? Мысалы, шұғаның белгісі, біз соғын типа дейміз. Шұғаның белгісі 1915-те жазылып кеткен да. Қазіргі балалардың заманы қай заман? Арасында 100 жыл айырмашылық кетіп жатыр да. Мен қазір балаға шұғаның белгісі солай қиналғансың. Апай, зачем оған қиналып деген ой, мысалы, мен жауап беріп көрді. Сондай аралықтағы болған үлкен оқиғалар болсын, әйел теңсіздігі болсын, оның бәрін жеткізу үшін бірінші бала сол заманмен таныс болу керек, сол шығарманы оқу керек та. Біздің оқушылар істейді, сол заманға бару үшін ChatGPT-дан күшті сұрайды. Бірақ ChatGPT толық оған жауап бере алмайды. Енді жалпы не үшін бұл тақырып өзекті болды? Жаңағы кітапханаға деген оқушылардың жалпы сүйіспеншілігін төмендеуі. Техника қарыштап дамыды, жаңағы кез келген техника дамып жатыр, бірақ әдебиет қалып қойып жатыр да. Келесі әдеби шығармамен біздің заманымыздың несі алшақтап бара жатқандығы, осындай проблемалар туындады. Енді мен өзіме акшн ресерчта өзім бір проблеманы іздеп, оған шешім жолын табу барысында осы бір сынып негізге алынды. Енді ең бірінші менің мақсатым шығарманы қызықты етіп ұсыну. Мен қалай жасадым? Жаңағы өзіміздің кішігірім оқу сауаттылығы деген еңбегіміз бар. Соның ішіне оқу сауаттылықтан мәтін беретін тоғыз сыныпқа бұл сендерге ұбт-да 10 балл беретін жүйе деймін. И арасына олар өтетін бүгін шұғаның белгісін оқысақ, шұғаның белгісіне не беріп қоямын? Мәтіндерді үзіндісін беремін. Сол бойынша өзім сұрақ құрастырамын, өзім ары қарай оларды бағалап отырамын. Яғни ең бірінші осы қызықтырып беру осылай басталды.
одан кейін оларды қуалап жүріп боқтамайтын болғандықтан мен оларға әртүрлі жаңағы көрсеткен болсын, поэтикалық болсын, солармен жарыстырамын дедім. Сөйтіп жарыстырып көрдім. Сосын топқа бөлуде керек болды. Топқа жұрттарға дейін бала өз отырса телефон ұстап кетіп оқымайды да. Сол себепті сыздық бұл өте күшті ойын берді. Екі жұрт бір-бірімен жаңа АБС деп бөліп жатыр ғой мұғалімдер. Негізінен тіл байлығы бар баламен тіл байлығы төменгі бала болады ғой, екеуіне біріктіруге тырыстым. Екеуі бірге оқиды, бірге түсінеді деген сияқты. Келесі жаңағы әртүрлі ойындармен дәлелдеп қызықты тапсырмалар беру. Енді бұл жерде мен шыны керек ChatGPT-ді қолдандым. Олар ChatGPT-дан сұрайды, мысалы, шағын белгісінің заманының суреттерін көрсетеді деген сияқты. Солай кішігірім болса да қызығушылық болды. Енді бұл мақсатта оқушылар міндетті түрде бірінші шығарма оқыды. Өзара шығарманы екеуі отырып қалды, ана командадан қалып кетпейді деп тырысты. Үшіншісі шығармашылық жұмыс, яғни жоба. Жаңа геологтар айтады ғой, география болсын, химия болсын, күшті макеттер жасап көрсетуге болады да, біздің әдебиетке келген кезде жоба қалай болады, үнемдеп қаламыз деген ештеңе қоштамайды, абай күдігін айта алмайсыз деген сияқты. Бірақ ChatGPT-дің арқасында абайдың суретін қойып оны сөйлетті балалар. Немесе мультфильм құрастырды кішігірім, яғни әртүрлі суреттерді қолданды, кинолардан үзінділер алды. Сол арқылы кішкене болса да олардың шығармаға деген сүйіспеншілігі артты, контентпен көрсетілген. Ең соңғысы бізде неге алып келді? Бұлар 11 сыныпта тұратын ұлттық бірыңғай тестілеудегі оқу сауаттылығы бойынша мәтін сұрақ жүйесінде қиналмайтындай болды. Мысалы, кез келген әдебиетті алсаңыздар, ішінен белгілі қазақтың бір мақалына келушілерді, сосын қиындалып тұрақты тексеріледі. Ал бала сол нәрсе алдына келген кезде оқуда жауап алмайды. Бізде қазір 10 балл болатын болса, оқу сауаттылығы 8 балл болмайды да, екеуіне келген кезде бала қиналады. Бұл неден келеді? тұрақты теспен жаңағы мақал мәтел. Солардың мағынасын ашуда көмекші болды. Енді біздегі мақсат әдебиет оқулығы бойынша міндетті түрде әдеби шығарма оқыту, талдату, сосын түсінуіне ықпал ету, баланың түсіну керек. Үшіншісі дұрыс қорытынды жасау керек. Мысалы, шуманың белгісі бөліп қалыпта, ағашында қыздар сөйтіп бөле берген бала деген сөйтіп қалыптаспау керек балада. Балада керісінше сол заманның көрінісімен, қазіргімен салыстырғанда ол қандай, ол кезде қандай оқиғалар болды, соны білу керек. Сол кезде ғана бала дұрыс қорытынды жасай алады. Енді сабақтар барысында жаңағы шығарманы тыңдады, өздері жоспар құрды, мен жоспар құрып бермеймін. Сосын сол мәтін бойынша өздері сұрақ құрастырады. Мысалы, ол қалай ойлайды, қалай істейді, ол кезде баланың несі ойы жүйелі түрде ойланады. Енді тапсырмалар типін қалай тұрады? Екеуі арасында сосын топпен екеуден кейін өтеуге көшеді. Одан кейін жеке дарыс әрқайсысы жеке, сосын шығармашылық жұмыс міндетті түрде үйде бір макет жасап бере ма, театрлық қойылым жасай ма, өздері біледі. Сосын өзі ой қорытып кішігірім пікір жазады. Мен мына шығарманы мына жермен келіспеймін, немесе келісемін деген сияқты. Сосын ең соңында сынақ болады. Ең соңында тақырыптың баланың толық меңгере алды ма, меңгере алмады ма нәтижесі көрсететін болады. Бұл енді бір тоқсандық емес, бір жылдық циклында соңғысындай бәрін қалай бердің қалғасын. Жалпы 9 сыныбында бізде 18 оқушы бар. Оның 25% әдеби шығарманы оқытысынан алады. Мен бұны қайдан алдым? Шығарма бердім, сұрақтар ашық сұрақтар қойдым, оны жаздым, түрттім, сосын барып шығардым. 45% әдеби шығарманы оқиды, түсіну қиын, немесе оқыса да түсінгісі келмейтін балалар. Жаңағындай былайша кезде, мысалы қазір оларда қараңыздар, тар кезең деген роман бар, 9 сыныпта ол өзі 500 бір нәрсе берді, негізі. Бізге өзіміздің ана өзіміздің сырын батырып отырып, бір кезде түрмеге түсіп қалып, бір кезде халықпен бірге қырылып жатады да, мысалы, бала түсініксіз балада осы логика бұзылады да, апай не болып кетті? Мен оған 500 бет оқы десе, ол оқымайды бұл нәрсені. Немесе үйге барып ChatGPT-мен қысқаша мақалын біліп келеді. Сосын ең жаманы ChatGPT ол біздегі бүкіл қазақ әдебиетінің шығарманы айтып бере алмайды. Ары қарай өтіп айтып кетеді да, негізі. Ол кезде айтады, түсінеміз бұл ChatGPT-ден бар, ол не білмейді да, өзім кетсем ары қарай. Жалпы осы кезде балалардың назарын ұстап қалуы, байланыстыру өте маңызды. Ол үшін 500 бетті мен өзім оқуым керек болады да, негізінен сондай да, жалпы біздегі қиындық. Енді тапсырмалар мен қалай беремін? Мысалы, шағын белгісі бізде бір 26 аралығында ол бала оны оқи алады. Сосын мен істеймін, оқып келгеннен кейін бір аптадан кейін өзім сол мәтіндерді қырқып алып, әр текстен сұрақтар. Мысалы, үстінде сәскелік деп қай мезгілді айтып тұр. Ал енді қараңыздар, сәскелік дегеніміз өзіміз білеміз, иә, мысалы, сөйтейміз. Иә, енді қараңыздар, сондай пікір бар. Негізі ол үшке бөлінеді. Түс, жаңағыдай төлеміздегі 12 күн уақыты.
әдебиет уақытымыз екен біздің кейінгі уақыттарымызда үшке бөлініп тұр да өзі әдебиетте. Енді балаға айтып айтсам ұяш деген деп тұр да ол жерде. Бірақ сәскелік дегенді әдейі алдым, өйткені былтырғы ұлтының базасында кәдімгі үміткердің толғағы деген өлкесінің мағынасы не, көкек деген қай мезгіл деген сұрақтар болды. Тәуір деп мәтінге беріп қояды да, сұрақтан көкек деген беріп қойғанда мәтінге, сұрақтан қай ай деген кезде ол тықпайды көкекті. Ол сәуір айы деген заңға. Иә, баланың яғни тек қана сол кездегі мәтінмен емес, былайша бүкіл қандай информациясы бар соны тексереді ол жерде. Сондай сұрақтар кезінде бала тыңдамасы мен әдебиет шығармаларын осылай үзінділер алып, бір жағы өз сабағымды қорытындылай аламын, екінші жағы онда сізге оқушылар қолынан кәдеден дайындай аламын балаларды. Енді мынау ұлпан бізде ұшыраның белгісі ұлпан деген романдар бар. Осылай әрқайсының алып отырып, мысалы байлық бір жұттық оны сұрасам, байлық бір таңға жоқ дегенге қарай студенттермен сұрақтармен негізі қадірбек облысында менің байқағанда былтырғылармен салыстырғанда орысшаға дейін көбіне орысша өледі, орысша жеткізгісі келіп тұрып, оны қазақша перевод жасайды. ChatGPT-мен барлығы аударып былайша кезде. Енді осы жердегілердің барлығы кішігірім осындай жасадық өзіне де пайдалы, оқушыларға да пайдалы. Енді бірінші нәтиже жеткен оқушылар шығарманы толық оқып, қорытынды жасаған оқушылар жоғары пайдаланып, олар түседі. Бұл жаңағы бірінші нәтижеде көрсеткіш. Екіншісінде шығарманы толық оқып, бірақ қорытынды жасай алмаған оқушылар ұпайы төмендеу болады, әлеуметтік жұмыс жасау керек. Бұл бір сыныптағы анализ үш түрлі болды. Шығарманы оқысада кейінге тырыспайды, сырма жасамайды. Ол балалармен тек қана ғана алып жүрген өкінішке орай. Енді бір сыныпта 100% шығарма оқытып, түсіндіріп қалдатып, ол өте қиын нәрсе. Енді мынау оқушылардың кішігірім жасағандары. Мысалы, оқушылардың нәтижесі мынау әрқайсысына шығармаларды бөліп бердім. Екеуден, үшеуден, біреулер жалғыз алды. Пианымызды шығармады. Осы жерде балалар өздері ChatGPT-ге суреттер алып алды да, өздері құрастырып қылды, кішігірім идеал жасап қойды. Оларға қазір балалар комиксті қатты байқасаңыздар көріп отырады, оқиды, қыстап-қыстай, сол комикс жасайтын балалардың істегені бұл. Енді мынау біздер алып, әйтеуір киноны көріп, шығарманы оқып істеген жауаптары. Енді мына жерде кәдімгі видео ашылмайды, бұл жерде тұрышта. Бұл жерде кәдімгі видео арқылы сөйлетті балалар. Өздері дыбыстады шығармаларды. Солай бұл жоба бойынша жасаған олардың нәтижесі болды. Енді бақылау нәтижесінде балаларда оқушылар шығарма оқудың жер екенін сезінді. Егер осылай біз қолдана алсақ, екіншісі мәтін сұрақ шешуде олар қиналмайды. Үшіншісі ұлттық тәрбиемізбен, әдебиетімізбен сусындайды. Енді мына жерде 75% кері байланыс деңгейінде оқушылардың 18 оқушының 75% не істеді? Шығарманы түсінемін, тапсырманы орындай аламын, мәтінде ешқандай қиындық жоқ. Ал 25% әдебиет шығарманы оқиды, бірақ көп ақпарат бәрібір маған бұл зор деген нәрсе түсініксіздеу сұрақ белгісі. Сөздердің мағынасына қиналып, айналып келген кезде мәтін таңдағанда қиын сұрақтарға тапсырылады. Бастапқыда 45%-80%-ға дейін көтерілді. Ол деген сөз балалардың кішкене болса да қандай құштарлығы, яғни шығарма оқи аламын, қалай аламын деген нәтижесі болды. Енді бұл жұмысты мен ары қарай өзімнің оқушылық өзімізбен осы мектеп бойынша шығарып оқушылық кітаптарына ендіріп жатырмыз мәтіндерді. Бірақ оқушылық болғанда осындай шығармада көзімдер бермейді. Ал бұл балалар үшін маңызды болды. Осындай кішкене нәтиже болды бізде. Енді біздің жаңағы жобамыз ChatGPT арқылы құрастырылды, өздері мультфильм істеді, өздері сөйлетті, осындай кішігірім нәтижеге қол жеткізді. Бір зерттеумен тоқталатын нәрсе емес. Айтар ғой, ең күшті зерттеуден зерттеу, яғни сұрақтан сұрақ туындаған зерттеу ең күшті зерттеу шықты. Мысалы, абайда да әлі толықтырылған жоқ, тоқтаған жоқ, біткен жоқ, әлі де абай зерттейді келесі жылдары басқа сыныптар жолы, басқа әдістер жолы сол арқылы зерттеуі дами кетеді. Осыны біз мектебімізге, мұғалімдерімізге бұл жұмысты сіздерге пайдалы болады деп сенеміз, үміттенеміз. Енді қазір 103-ші және 105-ші кабинеттер аралығында бірінші тарихта жоба көргеніміз болып жатыр. Әр тоқтанда бізде жобалық болады, кіші сыныптарда сол бойынша артықларға білдіреді. Мектеп бойынша өзімізге өтемізді жатқан сіздер көргенін көруге шақырам. Любой кабинетке кіріп, оқушылардың жобаларын
Ya, antara kita bisa disebut cinta muslim dan non muslim. Jadi, boleh kita cek Toplar masraf, Türkiye'de olduk masraf da ilk bağımsızlığa. Üstündeki Türkiye'nin kısıtlarını geliştirdiği böyle kanunlarımızın ve şahsi kendi tercihleri. Özellikle şahslarla birbirine korkacak. Şangay'ın şahsi bilgileri işte psikoloji gibi bir tane bölüyorum. Tecrübeli bölüm var. O zaman tecrübe olan ne yapacağını üzerinde seçiyormuşlar var mı? Bu ayetlerin bulanın masrafları var. O sertleştirmeye. Son masraflar düşük. Türlü жұмыстар жатыр. Сол атқарып жатқан жұмыстардың қазіргі бөлісті негізі мирас қарына тобында тест сұраққа жалпы бағдарламада бар деп ойлаймын. Біздің бағдарламамызда өзінің стадия бар, эксперичеста бар. Сондықтан мен ойлаймын, бүгін осы 3-4 сағат көлемінде пайдалы ақпарат алып деп ойлаймын. Әсел сізге көп рахмет. Әсел ханым осында әріптестерімізге көп рахмет. Осы сабаққа жүріп кетіп жүргеніңізге сіздерге де рахмет айтамыз. Біздің атымыздан егер арамызда әріптестеріміз ой бөлісіп десе, мен бағана сөйлесіп Әсел ханым жеткізеді бұл кісілер деген. Иә? Бағана айтасыз ба? Сізге айтарымыз бен жастарымыздар кто-то не хочет. Бірақ көрмеге барамыз әлі, кері байланысыз бар. Практикалық тәжірибелік сабақтарға барсақ, кері байланысқа да ашылмамыз. Енді қазір әріптестерге сабақтарға келген, соңғы бәрі тоқтайды, поэтому сабаққа келді. Көп рахмет тағы да.